Сіз әлемдегі барлық соғыстар мен апаттарды басынан өткерген соңғы қамалға қарап тұрсыз. Бұл Мон-Сен-Мишель қамалы. Ол Францияда орналасқан. Бұл қамал ерекше түрде салынған. Толқын көтерілгенде ол толықтай суға оранып, алынбас бекініске айналады. Ал су шегінгенде бірнеше шақырымдық құмды жазық пайда болады. Бұрын бұл қаланы табиғаттың өзі қорғап тұр деп есептелген. Себебі бүкіл тарихында бұл қамал бірде-бір рет жау қолына түскен емес. Оған жетудің жалғыз жолы қауіпті құмдар арасындағы жасырын соқпақты білу еді. Тұман түскенде қала жұмбақ тыныштыққа бөленеді. Тар көшелер қалың тұман арасында жоғалып, көне мұнаралар ауада еріп кеткендей әсер қалдырады. Мон-Сен-Мишель бейне бір уақыт кеңістігінде жоғалып, шексіз мұхиттың ортасында пайда болған елеске айналады. Мұндай сәттерде оның шынайы орын екенін елестету қиын. Мон-Сен-Шинель 708 жылы негізі қаланған. Алғашында шағын монастырь болғанымен, 11 ғасырда француздар оны қуатты қамалға айналдырды. Орта ғасырларда ол құлшылықтың маңызды орталықтарының бірі болып, батыстың Иерусалимі атауын алды. Бүгінде Мон-Сен-Мишель Францияның ең көрікті жерлерінің бірі. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра нысаны. Ал сіз бұл қамалды өз көзіңізбен көргіңіз келеді ме? Лүпіл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.